Ассалаумағалейкум, қадірменді көремендер. Бүгінгі руханият қауарының тізгінін ұстаушы мен Олжас Телесұлы. Бүгін бізде руханият қауарымызда қонақта қаламыздағы Нәзір Төреқұлов мешітінің имамы Әли Қайдар Сейтбекұлы ағамыз. Аға, студиямызға қош келіпсіз. Адам баласына берілген баға жетпес құндылықтардың бірі уақыт. Уақыттың маңыздылығы ислам дінінде қалай бағаланған? Бүгінгі қауарымызда осыған жауаптар аламыз. Ислам дінінде уақыттың құндылығы жайында не дейді жалпы? Осы жөнінде толығырақ айтып өтсеңіз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Енді мынау уақыт Алла Тағаланың адам баласына берген сыйы болып табылады. Исламда уақыттың құндылығына өте үлкен көңіл аударылады. Себебі уақыт, жаңа айттық, Алла Тағаланың адам баласына берген сыйы, Алла Тағаланың адам баласына берген мүмкіншілігі. Сол үшін адам баласы әрбір уақытын Алланың әмір еткен нәрселеріне жұмсау керек болады. Себебі ертең Алланың алдына барған кезде біз Алланың берген әрбір нығметтеріне сұраламыз, сол сияқты уақытқа да сұраламыз. Алланың нығметі. Мына пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бір хадисінде былай деген екен. Бұл Термизиде келеді бұл хадис. Ла тазулу қадаму ибни адама яумил қиямати мин инди раббихи хатта юсала ан хамсин. Ертең ақирет күні адам баласы Алланың құзырына барған кезде, бүкіл адамзат махшарда жиналған кезде, Алланың құзырында адамдар 5 нәрседен сұралып, сол 5 нәрсенің жауабын бермегенге дейін орындарынан қозғалмайды дейді. Яғни 5 нәрсе сұралады, сол 5 нәрсеге жауап бергеннен кейін ғана, лайық жауап бергеннен кейін ғана жәннатқа кіре алады. Оған дейін жәннатқа кіре алмайды дейді адам баласы. Оның біріншісі ан умрихи деп келеді, адам баласы өміріне жауап береді. Алланың құзырына барған кезде ертең Алланың алдында Алла Тағала біреуге 50 жыл өмір береді, біреуге 40 жыл өмір береді, біреуге 20 жыл өмір береді, біреуге 100 жыл өмір береді. Сонша уақытты қайда жұмсағандығын сұрайды Алла Тағала. Біз адам баласының негізгі бұл өмірге келуден, адам баласының, Алла Тағаланың адам баласын жаратудан негізгі мақсаты ол Алланы тану, Аллаға құлшылық жасау. Себебі Алла Тағала Құран Керимде бұйырады: "Ва ма халақтул джинна вал инс илля лиябудун." Мен адам баласын тек қана өзіме құлшылық жасау үшін ғана жараттым дейді. Яғни адам баласы бұл өмірге келсе, өмірін бос нәрселермен өткізетін болса, бос ойын сауық, бос жерлерде өткізетін болса, мүлдем Аллаға құлшылығы болмаса, онда ол адам бүкіл өмірін босқа өткізді деген сөз. Мына уақыттың жаулары бар. Теледидар, немесе күніміздегі жаңа интернет дейміз ғой. Бұлардың бәрі уақыттың жауы болып есептеледі. Мысалы, бір адам бір күнде 3 сағат уақытын теледидардың алдында немесе интернеттің алдында өткізетін болса, бір күнде 3 сағат уақыт. Ол бір жылда 1095 сағат болады екен. Бір жылда 1095 сағат. Бұл деген сөз, бір адамның бір жылдық өмірінің 365 күннің ішінде 45 түн, 45 күнді бос нәрсемен өткізді деген сөз. 45 күн, 45 түнді жаңағыдай уақыттың интернеттің алдында немесе басқа нәрселерде өткізді деген сөз. 45 күн, 45 түн бір жылдың ішінде. Ал енді сол бір жылдың ішінде сол 45 күн, 45 түнді адам баласы әрбір әрбіне сауап жазылатын Құран үйренумен өткізсе, немесе өз дінін үйренумен, ислам дінін үйренумен, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның өмірін білдіретін кітаптар оқумен өткізсе, оның діни сауаты, немесе сол сияқты басқа бір кітаптар оқып, өзінің дүниесіне немесе ақыретіне пайдалы кітаптар оқыса, онда ол оған дүниесіне немесе ақыретіне есе пайдалы. Алла пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бір хадисте айтқан екен: 5 нәрседен сұралмайынша, 5 нәрседен алдын 5 нәрсенің қадірін біл деген екен пайғамбарымыз. 5 нәрседен алдын 5 нәрсенің қадірін біл. Бірінші, өлімнен алдын өмірдің қадірін біл дейді. Қартаймай тұрып, жастық шақтың қадірін біл дейді. Қартаймай тұрып, жастық шақтың. Ауырмай тұрып, денсаулықтың қадірін біл дейді. Үлкен іске тап болмай тұрып, бос уақыттың қадірін біл деген екен пайғамбарымыз. Сосын адам баласы пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның айтып кеткеніндей,
ад-дүния мазраатул ахира дейді пайғамбарымыз. Мына дүние ақиреттің егін даласы. Сол мына өмірде адам баласы әрбір уақытын дүниесіне, ақиретіне пайдалы нәрселермен өткізу керек. Дүниесіне, ақиретіне. Бұл дүниеде жасаған амалдарымызды ертең Алланың алдына барған кезде егіп аламыз. Бұл дүниеде еккен нәрселерімізді ертең Алланың алдында орып аламыз ғой. Сол үшін әрбір адам әрбір уақытын өнемді пайдалануы тиіс болады. Жаңа айтып өттік, адам баласы Алланың құзырына барған кезде бес нәрседен сұралмайынша орнынан қозғалмайды. Ол да өмірі дедік, біріншісі, екіншісі жастық дейді. Уан шабабихи фима аблаху деп келеді хадисте. Жастық шағынан сұралады адам баласы. Жастық шағын қайда өткізді? Мына күніміздегі жастар, бүгінде, яғни қыстың күндерінде әсіресе адамдардың көбісінің қолы бос, жастардың қай жерге қарасаң, жастардың жаңағыдай шылым шегіп, босына әңгіме қылып тұрғандарын көресің. Қарап, яғни босқа уақытты өлтіріп жатыр. Босқа уақытты кетіріп жатыр. Бос уақытта адам баласының ең жақсы жасай алатын нәрсесі ол діни бір сауат алу. Бір мешітке барып, немесе бір жерге барып, жазда сылтау айтамыз, жаңағыдай жұмыс басқа дейміз, қазір қыстың күні қол бос қой көп адамның. Сол үшін бос уақыттарды өнемді пайдалану керек. Өзінің діни сауатын ашатын нәрселерге, Аллаға құлшылық жасайтын нәрселерге, өзінің дүниесіне және ақиретіне пайдалы нәрселермен айналысу керек болады. Жалпы мынау кейбір кездерде кездесіп жатады, мынау кейбір басшылардың алдына бір жағдайлармен барған кезде менің уақытым жоқ, кейіндеу кел деп жаңа құжаттарын қабылдамай жатады да. Осы жалпы біреудің уақытын жеу, осы дұрыс па жалпы біреудің уақытын жеу? Ондай болады. Кел деген кезде барады адамдар, дайын болмайды, немесе басқа уақытта кел дейді. Ол да екі арада сандалып, уақытын көп уақытын жоғалтады. Олай жасау әлгі адамның ақысына кіретін болып саналады. Ертең Алланың алдына барған кезде ол әлгі кісінің ақысына кірген үшін Алланың алдында жауап беру керек болады. Ол адамның ақысына өткені үшін, ол адамға қиындық жасаған үшін, ол адамның бос уақытын алғаны үшін, уақытын жұмсаған үшін әлгі адам Алланың алдына барғанда жауап беру керек болады. Сол үшін бүгіннен ондай жасаған адамдардан кешірім сұрау керек болады, Алладан кешірім сұрау керек болады. Ол да бір күнә болып есептелінеді, яғни алатын болсақ. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады ғой, ертең ақырет күні келмей тұрып, бүгінгі жасаған істеріңнен барып кешірім сұраңдар дейді. Ертең Алланың құзырына барған кезде жасаған нәрселеріңнен аттың басындай алтын беріп те сатып аламайсың. Оның жасаған нәрселер, мысалы, жаңа өзіңіз айтып атқандай, кейін кел деп жаңағыдай уақыты бос бола тұра, мүмкіншілігі бола тұра жаңағы адамдарды босына жаңағыдай босына уақытын жоғалтқызатын болса, босына жаңағыдай ол кісілердің уақыттарын алатын болса, онда ол адам әлгі адамға қарыздар болады. Ертең Алланың алдына барған кезде ол кісілер келіп уақытын жоғалттырған адамның сауабын алады. Алланың алдында есеп-қисап болады ғой. Алла, мен осы кісіге уақытын жіберіп едім, бұл кісі менің уақыты бола тұра менің жаңа құжаттарыма қарамады. Немесе сол сияқты мені бос нәрселермен алдап, ана жаққа жіберді, мына жаққа жіберді, ана жаққа жіберді, мына жаққа жіберді деп Алланың алдында шағымданатын болса, онда әлгі адамның сауаптарынан алады дейді. Сауаптарынан береді. Ал егер сауаптары болмаса, онда әлгі кісінің босына сандалған кісінің күнәларын артады дейді әлгі кісі. Үлкен бір ауыр бір нәрсе. Айттық қой, адам баласы әрбір нәрсесіне, әрбір айтқан сөзіне, әрбір өткізген уақытына, әрбір істеген ісіне сұралады. Бұл да адамдарға қолайсыздық тудырған үшін Алла Тағаланың жақсы көрмеген нәрселер болып саналады. Аға, сұрағымызды жалғастыра отырсақ, жалпы мектеп оқушыларының арасында кездесіп жатады, сабақты оқымай, бір 10-11 классқа келген кезде, тестке дайындықтың уақыты келген кезде ғана сол кезде таласып тармасып кітап сатып алып, жаңағындай қосымша оқуларға барып оқып жатады да. Осы жалпы уақытты жоғалту жайында айтып өтсеңіз. Уақытты
ұрлайтын нәрселер бар. Адамнан уақытты ұрлайтын нәрселер бар. Мысалы, ол жаңағы әртүрлі жаңағы мынау компьютерлік әртүрлі ойындар. Немесе жаңағы әртүрлі адамның дүниесіне, ақыретіне пайдасы жоқ әртүрлі фильмдер, интернеттің алдында, теледидардың алдында көп уақытын өткізу. Немесе қыдырумен, ойнаумен көп уақыт өткізу. Бұл уақыттардың бәрін адам өнемді пайдаланатын болса, жаңа мектеп оқушыларына бірінші сыныптан уақыт беріледі. Емтиханға дайындалу тек қана 11-ші сыныпта емес, бірінші сыныптан уақыт беріледі. Яғни әрдайым өз орнында жасалған іс берекетті болады. Яғни өз уақытында жасалған сабақ берекетті болады. Яғни мүлдем сабақ оқымастан 11-ші класс, 11-ші сыныпқа барған кезде кітап ақтарып, яғни ол басқа сабақтарына да бөгет болады. Сол үшін ол 11-ші сынып емес, ол 1-ші сыныптан дайындалу керек болады. Сол кезде әрбір уақытты, әрбір сабақты өз уақытында орындап, әрбір тапсырманы өз уақытында орындап, әрбір нәрсенің өз уақытында орындалуы уақытты өнемдеудің бір жолы осы. Яғни кейін тулул амал дейді ғой, жаңағыдай кейінге қалдыру. Ертең істеймін. Пайғамбарымыз айтқан екен, ертеңшілер құрыды деген екен, пайғамбарымыз. Ертеңшілер, яғни ертең істеймін. Бұл жұмысым тек қана жаңа мектеп оқушылар емес, басқа да қызметшілер де солай. Мысалы, әрбір істеген істерінде, мысалы, ертең істеймін, немесе кейін істеймін, демалыс күн істеймін деп, жаңағыдай өнемді істерді кейінге қалдыруы мүмкін. Ол да бір шайтанның алдатуы болып саналады. Яғни сол уақытта нетеді, кейін асығыстық тудырады ол адамға, жаңа істерін бітіру үшін, сосын асығыстық тудырады, жаңа қателіктер тудырады одан кейін. Сосын уақытты өнемдеудің ең дұрыс және пайдалы жолы әрбір істі өз уақытында орындау болсын. Кейінге қалдырмау. Себебі кейінгілер құрыды, ертеңшілер құрыды дейді. Ертең деп соңы жақсылыққа апармайды дейді пайғамбар. Жалпы қазір қоғамда өзіңіз айтып отырсыз, компьютер ойнайды балдар, басқа телевизор көреді. Жалпы бұрынғы сахабаларымыз, осы пайғамбарымыздың қасында жүрген, бірге көзін көрген сахабаларымыз уақыттарын қалай үнемдеген, құлшылықпен өткізген, сол жайында айтып өтсеңіз. Сахабалар және табиғиндер, сәләф салихин дейміз ғой. Сахабалар, табиғиндер әр уақытын Алланың ризасын табатын нәрсеге жұмсады. Мысалы, ғалымдардан имам Науави 45 жыл өмір сүрді. Бірақ ол кісінің жазған кітаптарына қарайтын болсақ, 45 жылға сыйдыра алмаймыз. Адамдар соған таң қалады. Яғни 45 жылдың ішінде бұл кісі қалай жазды бұнша кітапты? Яғни жазған кітаптары соншалықты көп, 45 жылға сыйдыра алмайсыз. Неге? Себебі олар әр уақытын ілімге жұмсаған. Әр уақытын Алланың ризасын табатын нәрсеге жұмсаған. Имам Науави айтады, мен дейді тамақ жеп отырған кезде жаңа іліммен айналыса алмаймын, соған өкінемін дейді. Яғни басқа уақыттың барлығында іліммен айналысқан екен. Сол сияқты табиғиндерден Ата ибн Аби Раваха деген болған. Ата ибн Аби Раваха өте ілімді ғалым кісілерден болған. Бір күні Ата ибн Аби Раваха ұзақ сапарда кетіп бара жатқан кезде, үлкен керуен, ол кезде түйелермен керуенде ұзақ сапарға кетіп бара жатып, бір орманның қасында, қас қарайған кезде бір орманның қасына келіп тоқтайды. Ата ибн Аби Раваха түйесін шөктіріп, өзі жаңағыдай жай намазын алып, орманға қарай кіріп кетеді. Оны байқаған жаңағы керуендегі бір жас бала, оны байқаған әлгі жас бала Ата ибн Аби Раваханың артынан кіреді орманға. Не істейді екен бұл? Ата ибн Аби Раваха орманға кіреді, адамдардың көздерінен таса бір жерге барып, жай намазын жайып, намаз оқи бастайды. Әлгі жігіт оны қарап отырады сыртынан. Түнімен таң атқанға шейін құлшылық жасап шығады. Таң атқанға шейін намаз оқып, таң атқанға шейін Алладан дұға сұрап шығады. Таңертең жай намазын жинап кетіп бара жатып, әлгі жігітті көріп қалады. Ата ибн Аби Раваха, табиғиндерден. Жігіт, сен мені аңдып жатырсың ба? дейді. Ол да иә дейді. Онда дейді, бұл көргендеріңді ешкімге айтпа дейді. Яғни Ата ибн Аби Раваханы көрдім, түнімен Аллаға құлшылық жасапты деп, рия болмасын деп, ешкімге айтпауын өтінеді, сұрайды. Әлгі жігітте айтқан екен сол кезде.
егер сіз дейді түнде дұға жасадыңыз, Алла, мен сенен үш нәрсе сұрадым, үш нәрсенің екеуін бердің, біреуін бермедің дедің дейді да, әлгі жігіт айтып жатыр. Сол үш нәрсе не? Соны айтсаңыз, мен ешкімге айтпаймын бұл нәрселер деген екен да жаңа. Сонда Ата ибн Аби Раваха күліп айтқан екен. Мен Алла Тағаладан сұрадым, Алла, мына жүректе тек қана Аллаға деген махаббат болу керек. Ал мына мал дүниеге деген махаббат жүректе болмау керек. Алла, жүрегімде тек қана саған деген махаббат бер, мына мал дүниеге деген махаббатты жүрегімнен ал деп дұға жасадым дейді. Алла Тағала маған берді дейді. Яғни қазір дейді бір Ухуд тауындай алтыным болса, немесе ештеңкем болмаса, менің жүрегімде ешбір өзгеріс болмайды деген екен да жаңа. Екіншісі, Алла, мына жүрегімдегі махаббат тек қана саған ғана болу керек. Әйел адамдарға деген махаббатты жүрегімнен ал деп сұрадым дейді. Алла Тағала маған берді дейді. Қазір дейді дүние жүзіндегі ең әдемі адам, сұлу әйелмен мына ағаш мен үшін бәрі бір деген екен да. Ал үшіншісі, Алла, менен ұйқыны ал, түнімен саған құлшылық жасайын, күнімен жаңағыдай дініме пайдалы, мұсылмандарға пайдалы нәрселермен өткізейін, түнімен де саған уақыт арнайын. Ұйқы деген нәрсені менен ал деп дұға жасадым, бірақ Алла Тағала маған менен ол нәрсені ұйқыны әлі алмады деген екен да жаңа. Яғни бұдан қарайтын болсақ, сахабалар Ата ибн Аби Раваха бүкіл уақытын күнімен Алла үшін мұсылмандарға жәрдем етіп, немесе жаңа өз жанұясына уақытын жұмсады. Ал түнімен Аллаға құлшылық жасаумен өткізді. Әрбір уақытын ғибадатпен өткізеді. Сахабалар уақыттарын үш уақытқа бөлетін, күнін үшке бөлінеді. Үште бірін өзінің жанұясына арнайтын, үште бірін Аллаға арнайтын, үште бірінде мұсылмандарға пайда беру. Басқа мұсылмандарға пайда беру. Үште бірін өз жанұясына жұмсайды, үште бірін мұсылмандарға жәрдем етуге жұмсайды, үште бірінде Аллаға құлшылықпен өткізеді екен. Бізде осы нәрселер болу керек. Бізде мұсылмандарда болмасаң да ұқсап бақ дейді ғой жаңа. Болмасаң да ұқсап бақ. Сол үшін иншалла біз уақытымызды өте өнемді пайдалануымыз керек болады. Ертең Алла Тағаланың құзырына барған кезде әрбір минут, әрбір секундымызға шейін Алланың алдында сұраламыз. Сол үшін бұл нәрсеге өте мұқият болуымыз керек болады. Жалпы сұрамы жалғастыра отырсақ, аға, мынау бұрынғы сахабаларымыз түндерін тахажжудпен, күндерін құлшылықпен өткізген, қазіргі үлкен кісілерімізге, ағаларымызға келетін болып тоқталсақ, егерде қазір жиналып карта ойнайды, болмаса бір ішімдік ішеді, сондай бір өздерінше құмар ойындарға қызығушылық білдіреді да. Намазды қашан бастайсыздар десеңіздер, кейін әлі жаспыз ғой, кейін жасымыз келгенде оқимыз деп жатады. Пенсияға жасымыз жақындағанда, пенсияға шыққанда оқимыз, үлгереміз ғой деп жатады да. Осы кісілердің жалпы уақыттарын жоғалту жайында, осы жөнінде исламда қалай толығырақ жауап беріп өтсеңіз? Мынау Иблис, шайтан, Құран-ы Керимде Алла Тағала баяндайды бұны. Иблис айтады, мен адам баласының алдынан келіп азғырам, артынан келіп азғырам, оң жағынан келіп азғырам, сол жағынан келіп азғырам дейді ғой жаңа. Мен бейне едейхи дейді, омен халфихи дейді. Сода, ғалымдар бұны тәпсір жасайды. Қалай Иблистің, шайтанның адам баласының алдынан келіп азғыруы қалай болады? Адам баласына өмірін ұзақ қып көрсетеді дейді. Адам баласы өмірі ұзақ деп ойлайды. Өлімді ұмытады, өмірім өте ұзақ деп ойлайды. Барлығына үлгірем деп ойлайды. Бұл да бір шайтанның азғыруы болып саналады. Шайтанның алдатуы. Жаңадай өзіңіз айтып атқандай көп адамдар қазір мұсылмандарда сондай сипат, сондай әдет бар. Бос уақыт, көп уақыттарын күнә жасаумен өткізеді. Өзіңіз айтып атқандай нәрселермен. Ал ғибадатқа келетін болсақ, ғибадатты ең соңғы уақытқа, өмірдің ең соңғы бөлігіне қойып қояды. Бұл өте үлкен бір қателік. Себебі Алла Тағала бұл өмірде бізді өзіне құлшылық жасау үшін жаратты. Аллаға құлшылық жасау үшін жаратты. Бұл өмірге келетін болсақ, бұл өмірге келіп әрбір мұсылман маңдайын сәждеге тигізе алмаса, кейінге қалдырса, ертең Алланың алдында үлкен бір өкініш болып саналады. Мынау Аср сүресінде баяндайды бұны, Аср сүресінде. Уәл аср иннал инсана лафи хуср. Уәл аср үлкен бір ғасырды асырға сертетен дейді Алла Тағала. Үлкен бір ғасыр, үлкен бір уақыт
дейді Алла Тағала, үлкен бір уақыт, бір ғасыр, иннал инсана лафи хуср, әлбетте адам баласы үлкен бір зиянда дейді да. Яғни қараңыз, бұл аятта не деді? Уақытты айтты. Уақыттан кейін адам баласының зиянда екендігін айтты. Яғни бұдан не түсінеміз? Адам баласының уақытты үнемді пайдалана алмағанын білдіріп тұр Алла Тағала бұл жерде. Сол аяттың жалғасында, сол аяттың келесі аятта Алла Тағала айтады: иллаллазина аману ва амилус салихат. Тек қана уақыттарын дұрыс пайдаланып, Аллаға иман келтіріп, уақыттарын дұрыс пайдаланып, уақыттарын ізгі істермен өткізгендер ғана зиянға ұшырамайды дейді. Мынау жаңағыдай өзіңіз айтып жатқандай, иблистің, мынау малғұн шайтанның адам баласына берген уәсуәсі, айтатын уәсуәсі, адам баласының азғыруы, әлі өмір бар ғой, әлі бәріне үлгіресің, құлшылыққа да үлгіресің деп азғырады. Бірақ пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам былай деп баяндайды: тамутуна кама таишун ва туб'асуна кама тамутун. Сіздер қалай өмір сүрсеңіздер дейді пайғамбарымыз, дәл солай өлесіздер дейді. Ал қалай өлсеңіздер, солай тірілесіздер дейді. Жаңағыдай өзіңіз айтып жатқандай, ғибадатқа шақырған кезде адамдарды кейін жаңа пенсияға шыққаннан кейін, немесе кейін бір баламды үйлендіріп алайын, немесе үй жайымды салып алайын деген сөздерді естеміз яғни. Бірақ Алла Тағала Құран Керимде айтады: «Иза жаа ажалухум фала ястахируна саата ва ла ястақдимун». Уақыт келген кезде, ажал келген кезде, адам баласына Алла Тағаланың жазып қойған ажалы келген кезде, фала ястахируна саата ва ла ястақдимун. Бір секунд та кешіктіре алмайды. Бір секунд алға аламайды, бір секунд кешіктіре алмайды. Яғни өлімнің бізге қашан келетінін біз білмейміз. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өлім соншалықты адам баласына жақын, оң жағына сәлем беріп, намазда сол жағына қарар-қарамаста қарап үлгірместен жанын Алла Тағала алуы мүмкін дейді. Сол үшін біз мұсылмандар жаңағыдай иблистің, шайтанның азғыруына алданбауымыз керек. Уақытымызды үнемді пайдалануымыз керек. Мысалы, жаңа айтып жатырмыз ғой, бір адам жоқ дегенде күнімізде бір күнінің 24 сағатының 1 сағатын, немесе 2 сағатын теледидардың алдында өткізеді. Күнде жұмыстан келеді, теледидар, жатқанға шейін жаңағыдай теледидар көреді. 2 сағат, 3 сағат бір күнде. Ал енді 5 уақыт намаз адамның өмірінде 1 сағат уақыт алады екен. 5 минут дәрет алатын болса, 5 минут намаз оқитын болса, жинайтын болсақ 50 минут, яғни 10 минут, 60 минут. 1 сағат қана өмірінің уақытын алады. Яғни Алла Тағала бізге 24 сағат уақыт беріп тұр. 24 сағат уақыт. Осы 24 сағаттың ішінде қалаған нәрсеңді істе, бала шағаңның қамын ойла, жұмыс істе, басқа қыл, бірақ 1 сағат мен үшін айыр деп тұрды Алла Тағала. Соны да біз адам баласы Алла Тағаладан қызғанамыз. Яғни біз сол 1 сағаттың өзін қызғанамыз. Сол үшін адам баласы уақытын үнемдеу керек. Уақытты үнемдеу ол құлшылықпен уақытты өткізу болып саналады. Құлшылықпен өткізу. Яғни жаңа айтып кеттік, бір адам баласы 50 жыл өмір сүрсе, 50 жылдың ішінде үйленсе, жайланса, үй салса, басқа қылса, бала шағасын үлкейтсе, бірақ Аллаға құлшылығы болмаса, мүлдем маңдайы сәждеге тимеген болса, онда ол Алланың құзырында ертең бүтін сол 50 жыл уақытын босқа өткізген болып саналады. Неге? Себебі біздің бұл дүниедегі негізгі жаңа миссия дейміз ғой. Негізгі миссиямыз Аллаға құлшылық жасау. Яғни 50 жыл уақыт өмір сүрсе адам, бірақ 50 жылдың ішінде Аллаға құлшылық жасамаса, босқа өтті деген сөз уақыт. Аға, бүгін бағдарламамызға келіп, көптен көп ой бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы уақыттарда кездесіп, әлі сұхбаттасамыз деген ойдамыз. Құрметті көрермендер, Руханият хабары сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі күндері телеарнамыз арқылы жүргізіліп жатыр. Біздің телеарнамыздың байланыс номері 40044. Егерде дін барысында көкейтесі сұрақтарыңыз болса, алдын ала қоюларыңызға болады. Осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.